Қайырлы күн. Бүгінгі оқыту мүмкіндігі шектеулі адамдарға контентті орналастыруға арналған. ИПЕР мемлекеттік органдар жобасы веб-контенттің қолжетімділігіне қойылатын талаптар ұлттық стандартына сәйкес жетілдірілді. Бұл стандарт 2023 жылы 7 қарашада техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген. Барлық азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін контентті дұрыс орналастыру туралы қадамдық нұсқаулық дайындалды. Бұл нұсқаулық мемлекеттік органдарға жолданған және ИПЕР әкімшілік панелінде қолжетімді. Нұсқаулықты қайдан табуға болады? Ол үшін админ панельге өтіп, сол жақта инструкция полезная информация, инструкция для лиц инвалидности ИПЕРГО орысша және қазақша нұсқаулықта жүктеп алсаңыз болады. Бірінші, ол бізде альтернативті мәтін, мәтінсіз контент. Ол бізде суреттер, иконкалар, сызбалар, графиктер және де басқа да визуалды элементтер. Стандартқа сәйкес әр суретке альтернативті мәтін жазылуы керек. Бұл мәтінді экранды оқи алатын арнайы бағдарлама скринридер оқиды. Ол көру қабілеті нашар адамдарға экран мазмұнын дауыстап оқуға мүмкіндік береді. Альтернативті мәтін бізде жаңалықтарда, статья, фото-видеогалерея, пресс-релиз, выступление деген вкладкаларда қолданылады. Мысалы ретінде жаңалық құрып көрейік. Жаңалықты құру үшін управление контентом новости бөліміне өтіп, создать батырмасын басасыз. Әрі қарай келесі ақпараттарды толтырасыз. Заголовок толтырасыз. Жаңалықтар құрып жатқан кезде, сурет жүктеген кезде основное изображение арқылы суреттеріңізді қосасыз. Суретті қосқаннан кейін сол жақ батырмада альтернативный текст деген бөлімде альтернативті мәтінді жазасыз. Яғни суретіңізде не бейнеленген, сол туралы бойынша сипаттама бересіз. Бұл суретте бізде дөңгелек үстел басында отырған топ адам ноутбук пен құжаттарды қарап, жұмыс мәселелерін мұқият талқылап отыр. Яғни сол сипаттаманы біз альтернативный текст деген бөлімге жазамыз. Егер де сіздердің жаңалықтарыңызда бірнеше суреттер болса, онда другие изображения бөлімі арқылы бірнеше суреттерді жүктей аласыз. Яғни әрбір сурет жүктегенге міндетті түрде альтернативті мәтін қосасыз. Барлық суреттерді альтернативный мәтін қосып болғаннан кейін, екі тілде қосасыздар да сохранить выйти батырмасын басып, оны сайтқа саласыздар. Жаңалықтарды құрып болғаннан кейін альтернативті мәтін жазған немесе жазбағанын сіз сайттан тексере аласыз. Ол үшін сіз сайттың басты бетіне өтесіз. Жаңалықтар бізде сайттың басты бетінде орналасқан. Сіз салған жаңалықтың үстіне басасыз. Ары қарай біз жүктеген суреттер шығады. Альтернативті мәтінді тексеру үшін сіз тышқанның оң жақ бөлігімен посмотреть код бөлімін басасыз. Ары қарай бізде исходный код шығады. Сол исходный код арқылы альтернативті мәтінді тексере аласыз. Келесі бізде баннерлер. Баннерлер сайтқа салған кезде міндетті түрде оның сипаттамасында жазу керек. Баннерлер бізде қайда орналасады? Баннерлер бізде сайттың басты бетінде жаңалықтан кейін орналасады. Мысалы ретінде президенттік жастар кадр резерві баннерін алсақ, оған сипаттама салу үшін сіз админ панеліне өтесіз. Ары қарай динамический блок под новостями өзіңіздің баннеріңізді аласыз. Баннердің үстін басып, панель инструменттегі ставить редактировать ссылку батырмасын басасыз. Егер де сіздердің баннерлеріңізде сілтеме бар болатын болса, адрес ссылки деген жерге сілтемені қоясыз, және де заголовок деген жерге толығымен сипаттама бересіз. Яғни баннердің атауы, егер де сілтеме бар болатын болса, онда сілтеме арқылы өту керек екенін жазасыз. Екі тілде салып болмағаннан кейін баннерді сайтқа жариялайсыздар. Сипаттама бар немесе жоқ екенін тексеру үшін сайттың өзіне өтесіз. Бізде баннер жаңалықтан кейін орналасқан. Яғни тышқанның көмегімен сіз сипаттама бар немесе жоқ екенін тексере аласыз. Келесі бізде құжаттар. Құжаттар салған кезде маңыздысы ол сканерленген құжаттарды скринридер оқи алмайды. Мысалы ретінде сіздерге көрсетсем, бұл жерде бізде сканерленген құжат. Бұны скринридер оқи алмайды. Сондықтан да тек редакцияланатын мәтіндік файлдарды жүктеу қажет. Мысалы ретінде Word, PDF, Excel, тағы да басқа форматтарды құжатқа сала аласыздар. Келесі ол бізде мәтін құрылымы. Мүмкіндігі шектеулі адамдар мәтінді оңай қабылдай алу үшін мәтін тақырыптармен бөліну керек. Қалың әріппен емес, нақты құрылыммен жазылуы керек. Нөмірлеу дәйек сөздермен реттелген мазмұн болуы тиіс. Мысалы, осы мәтінде сіздерде цитата бар делік. Цитатаны арнайы белгілеу үшін сізде панель инструменті арқылы цитата бөлімін таңдап, арнайы мәтінді цитатамен белгілесеңіздер болады. Егер де мәтіндеріңізде сіздерде сандармен белгілеу керек болса, панель инструменті арқылы нумерованный список бөлімін таңдайсыз да, арнайы сандармен белгілейсіздер. Барлық мәтінді жазып болғаннан кейін, екі тілде
саласыздар, екі тілде салғаннан кейін сохранить выйти батырмасын басып, оны сайтқа жариялайсыздар. Егер де сіздердің мәтіндеріңізде кәсіби терминдер болса, қиын терминдер болса, қысқа сөздер болса, оны жақшаның ішіне алып, оны түсіндірме ретінде толығымен жазу керек. Мысалы, сіздердің мәтіндеріңізде КР деген сөз бар, иә? КР деген сөзі қысқартылған сөзі болғандықтан, оны жақшаның ішіне толығымен Қазақстан Республикасы деп толығымен жазу керек. Келесі бізде тіл белгілеу. Егер де қазақша, орысша мәтіндеріңізде шетелдік сөздер болса, оны скринридер дұрыс оқу үшін сіз арнайы тіл тектерін қолдану керексіздер. Мысалы, біз бұл жерде халық финсервис ағылшын тілін көріп тұрмыз. Бұны арнайы тіл тектермен қолдану керек. Ол үшін сіз панель инструментте исходный код бөлімін ашасыз. Осы ағылшын сөзді тауып аласыз. Және де бұның алдына және артқы жағына тегтерді қоясыз. Тегтерді сіз қайдан ала аласыз? Ол үшін сіз нұсқаулықты ашып, 4-1 тармағында сол тегтерді өзіңізге көшіріп аласыз. Тегтерді көшіріп алу үшін сіз нұсқаулықты ашасыз. Нұсқаулықта 4-1 тармақта мысал ретінде көрсетілген осы екі тіл тегтерін өзіңізге көшіріп аласыз да админкадағы ағылшын сөздерін алдына және артқы жағына қоясыздар. Алдыңғы жағына қойған тегті біз көшіріп оны қойдық. Енді соңғы жағына қоятын тегті көшіріп оны қоямыз. Ол үшін сіз қайтадан нұсқаулыққа өтесіз. Осы мәтінді көшіріп аласыз. Енді ағылшын сөзін арнайы тегпен біз белгіледік. Алдыңғы жағына біз қойдық. Енді соңғы жағына қою керек. Соңғы жағына қою үшін сіз қайтадан нұсқаулыққа өтесіз. Нұсқаулықта осы тегті көшіріп аласыз. Қайтадан админ панельге өтесіз. Ағылшын сөздің соңына көшіріп алған тегті қоямыз. Ары қарай окей батырмасын басамыз. Сохраните выйти және де оны сайтқа жариялаймыз. Тіл тектері бұл не үшін керек? Себебі скринридер ағылшын сөздерді дұрыс оқу үшін. Келесі бізде аудиофайлдар. Аудиофайл сайтқа қосқан кезде оның сипаттамасын және де мәтінді бірге қосу керек. Аудионы сіз кез келген контентке қоса аласыз. Мысалы, статья. Статьяны создать ету үшін управление контентом статья бөліміне өтесіз. Ары қарай создать батырмасын басасыз. Және де келесі ақпараттарды толтырасыз. Контент деген жерді басып, редактировать батырмасын басып, панель инструментте добавить аудио батырмасын басасыз. Ары қарай өзіңіз қалаған аудионы MP3 файлында саласыз. Аудионы жүктегеннен кейін міндетті түрде асты жағына сол аудионың мәтінін саласыз. Аудионың мәтінін жазғаннан кейін, екі тілде салғаннан кейін сохраните выйти батырмасын басып, оны сайтқа жүктейсіздер. Сайтта сіздерде осы форматында шығады, яғни мәтін шығады, мәтіннен кейін сіздің аудионыз шығады. Бейне файлдары бойынша сайтқа видео салған кезде видео міндетті түрде субтитр және озвучкамен болуы керек. Бұл әсіресе есту қабілеті шектеулі адамдар үшін қажет. Субтитрлерді қосудың екі жолы бар. Біріншісі бастапқы файл арқылы. Субтитрлерді бейне монтаж жасау кезеңінде арнайы бағдарламалармен қолмен қосыңыз. Бұл мәтінді бейнеге тікелей енгізуге мүмкіндік береді. Екіншісі YouTube арқылы. YouTube автоматты субтитрлерін пайдалану. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. YouTube арнасын құрыңыз. Оң жақта үстіңгі жағында создать батырмасын басасыз. Және де добавить видеоны басасыз. Ары қарай өзіңіз қалаған видеоны таңдап, сайт YouTube каналына жүктейсіз. YouTube каналыңызға бейне жазба толығымен жүктелгеннен кейін келесі қадамдарды орындайсыз. Аудитория бойынша сіз нет для детей дегенді таңдайсыз. Ары қарай развернуть кнопкасын басып, келесі қадамдарды орындайсыз. Бұл жерде біз субтитр қай тілде болу керек, сол тілді таңдаймыз. Менің видеом орысша болғаннан кейін менде орыс тілі таңдалады. Тілді таңдағаннан кейін келесі екінші қадамға өтесіз. Ол үшін далее батырмасын басасыз. Екінші қадамға өткеннен кейін субтитрді қосу үшін сіз добавить батырмасын басасыз. Добавить батырмасын басқаннан кейін оң жақта үстіңгі жағында X батырмасын басасыз. Ары қарай сізде добавить сөзі изменить сөзіне ауысты. Ол үшін изменить деген сөзді басасыз.
Ары қарай сіздің субтитрдің мәтіндері шықты. Егер де мәтіндеріңізде қандай да бір қателіктер бар болатын болса, оны қолмен өңдей аласыз. Және де үстіңгі жағында изменить временные метки деген бөлімі бар. Соны басып, минут, секундтарына дейін оны тыңдап, оны өздеріңіз қолмен өзгерте аласыздар. Толығымен мәтінді өзгерткеннен кейін готово батырмасын басасыз. Басқаннан кейін келесі қадамдарға өтесіз. Ең соңғы қадам сізде ол доступ. Яғни сіздің видеоңыз барлығына бірдей болу үшін открытый доступ дегенді басасыз. Ары қарай опубликовать деген шартты басасыз. Видео сізде YouTube каналына жүктелгеннен кейін сізде сілтеме шығады. Ол сілтемені өзіңізге көшіріп аласыз. Сілтемені көшіргеннен кейін кез келген контентке өте аласыз. Мысалы ретінде фото, видео, галерея. Осы ақпараттар толтырасыз. Медиа с описанием деген жерде плюсикті басып, ссылка на видео деген жерге жаңағы көшіріп алған сілтемеңізді қоясыз. Қойғаннан кейін сохранить выйти батырмасын басасыз. Бейненің безендірілуі әдемі болса да, егер онда субтитрлер болмаса, кейбір пайдаланушылар үшін қолжетімсіз болуы мүмкін. Субтитрлерді қосу инклюзивті және қолжетімді цифрлық мазмұн жасаудың маңызды қадамы.